бүгінгі бала, ертеңгі тұлға, ал білімге еніп, тәрбиеге еріп, ананың ақ сүтін еміп өскен ұрпақтан дара да, дана да шығатынына сенемін. Сондықтан ел болашағы балаларды бесіктен тәрбиелеуге шақырамын. Армысыздар, эфирде Ақ мама бағдарламасы. Бүгін біз 2 аптаға жалғасқан сайысымыздың жеңімпазын жариялайтын боламыз. Алдымен өткен бағдарламаларды еске түсіріп алсақ. Ақ мама жобасында жаңа төрттік. Бұл аналардың жөні бөлек, жолы басқа. Сіз пісіргенсіз бе сүтіңіз? Құдай сақтасын. Көкірек тұсқа қойып отырып, екі жағына қоя отырып, шай ішіп отырып, терлеп отырып, сүтімді пісірім. Мен өзім жүрегім айныды ол процесстен. Маған оңаған жоқ, мен ондайды істемеймін. Ең бастысы ыстық киініп, жылы жүріңіз. Болды. Басқа ештеңе айта алмаймын мен. Ырымға да, наным, сенімге де сенем. Шәйнекті есікке барып қой, су толтыр. Иә, қарап, су толтырғанда. Есікке бұрып қойса не болады мысалы? Не деп айтады? Ақша көп кетеді. Сіз егер бай болсаңыз, баласыз болып сыналасыз. Балаңыз болса, кедей болып сыналасыз. Күйіңізбен татусыз ба, енеңізбен сыналасыз. Бұл өмір. Маған айтты, сізде дауына деді бала. Неге тапсыз осындай жағдайға душар болдыңыз? Деп ойлайсыз өзіңіз? Әйеліміз ғой, өсек айтамыз. Біреуді жамандаймыз. Мен содан көрдім. Күйеуіме звондаймын, тудым, босандым, қыз болды деп. Күйеуің деді тұрған қойсын. Біздің қазақ қоғамына Ол керек. Мен сол кезде депрессия болды. әйелді қыз туған үшін кінәлауды тоқтататын уақыт келді. Қалай маған сақтады ма? О, красавица. Мен вселенная болып кеттім ба бірден? Онан кейін бізде свет өшеді. Даже қонақтардың бәрі күледі ғой. Онан кейін свет өшеді, тез қашу керек деп. Ты же уже чемпионка. Нельзя себя считать чемпион. Бізді ана еркелетпеген, мен де балаларымды еркелетпеймін. Мен 3 баланың анасым, менің жасым 38-те. Түріне қарасаң, ештеңе істемейтін әйел сияқты болып көрінеді да жаңағы. Яғни ол кукла сияқты, ол кішкене санасыз. Романтик болғанымыз соншалықты, екінші рет енді қосылайық деп келген кезде официально келдім. Маған машинаның есігін ашпаса, мен отырмаймын. Заңды қағаз жүзінде болмағандықтан ол кез келген уақытта кетіп қалуы мүмкін әйел адамнан. Кез келген уақытта. Онда үйге періште кірмейді. Мысалы, зина жасағандар түбінде ол банкротқа ұшырайды. Балалардың бәрі маған нағып итеріп тастай береді, неге өзі қарамайды деген сияқты. Я же должна помогать все равно. Ешқандай бала әке-шешесіне міндетті емес. Мен оған қаратқан кезде жұмыс ретінде қара дедім. Я ақша бердім. Какое вы право имеете? Сіз мамасыз, өзіңіз істеңіз. Неше жасыңызда ана болдыңыз? 24 жасымда. Жүкті болған мезетте бота өзгерді ме? Өйткені мен білем, осы уақытқа дейін сіз түрлі шулы жобаларға қатыстыңыз. Әлеуметтік желіде сізді талқыламаған адам үшін айтқан кезде кемде кем. Мен камераны өте қатты жақсы көремін. Сондықтан мен одан үй алмаймын, қанша бағдарламаға барсам да, түрлі шулы, ат шулы жоба дегенде ол бала болмай тұрып емес, Арикош бар кезде уже барып қатысып жүрдім. Енді білмеймін, біреу сөгер, біреу сөкпес, бірақ мен үшін ол бір қалыпты жағдай ретінде көрінеді. Бірақ ана ретінде бүгін тұңғыш рет сыналып жатырсыз ғой? Тұңғыш рет сыналып жатырмын. Өте қуаныштымын сыналып жатқаныма. Өйткені әртүрлі аналармен таныстым. Ойлаңыз, қаншама опыт алдым да өзіме. Қаншама нәрсені үйрендім, болмайды деген дұрыс емес көзқарастардың барлығын мен өзіме бойыма қазір сіңірдім. Дұрыс емес деп. Сондықтан маған кейін бала тәрбиелеу, тағы да бұйырса тұрмысқа шығып, ұл бала туғым келеді, тағы да 2-3 бала туғым келеді. Соған тәрбие кішкене оңай деп ойлаймын. Сондықтан рахмет айтамын бұл бағдарламаға және аналарға да барлығына рахмет. Ал біз сізге сәттілік тілейік ендеше. Әумин. Есімім Бота Хамид, жасым 28-де. Негізі бітірген мамандығым әнші актриса, бірақ қазіргі таңда блогермін. Мазалаған менің есімді, асау бұлқынады неге жүрегім. Менің қызым бар, есімі Ариана, жасы 4-те, өте керемет балапан, өте ақылды. Әр ана үшін өзінің баласы ақылды шығар, бірақ менің балам мен үшін және басқалар үшін өте ерекше, өте ақылды деп айта аламын. Өте ақ көңіл, қолы ашық. Мен қандай ақ көңілмін, менің қызым дәл сондай ақ көңіл. Өзінің соңғы киімдерін бәрін бере салуға дайын тұрады адамдарға ше.
бірақ мінез деген енді львица. Монтессори үйретті да көп нәрсені. Киімдерін қоюды, бүктеуді, қалай ілуді түгелдей. Өзінің аяқ киімін бала кірген кезде тазалап, щеткамен жуып, кәдімгі тап-таза қылып, айнадай қылып, өзінің заттарын қойып қояды да. Мен балама берерім бар, балама айтарым бар. Адамдарға, басқа ата-аналарға, мамаларға айтарым бар. Басқа адамдардың ойын өзгертуге менің сана сезімі жетеді. Сондықтан да өзімді үздік мама деп есептеймін. Бота, жылап жатырсыз ба? Жоқ, сағынып кеттім. Қанша уақыт болды көрмегеніңізге? 2 сағат. Примерно 3-4 сағаттай болды дайындықтан. Және бір айта кетерім, магазинге барған кезде, дүкен аралаған кезде өзінің портмонесі бар. Жаңа айтып жатсыз ғой, 1-ші класстан бастап бердім или мен қазірден бастап ақша берем. Өзінің ақшасына дүкенге кірген кезде мына затты алам деп таңдайды да, соған өзі ақша төлейді. Менен сұрамайды. Санай ала ма? Өзінің ақшасынан алады. Біледі уже. Ерке қызы Монтессори методикасымен танысқалы әр нәрсені өз бетінше жасауға дағдыланды дейді Бота Хамид. Баланы өзіндік жұмысқа икемдеудің қыр-сырлары жайлы жарнамадан соң. Красивая, умная, не самая лучшая. Химикат, ол баланың бетін жейді. Маған еркек шора, қыз керек емес мысалы. Тышқан деген өмірдегі ең жиіркенішті. Қолын жумай жаңағы тышқан ұстады, қамырды ұстады. Ол пирог қашан пісіп, оны кім жейді екен деп ойлап қарап отырдым енді. Өтірік бүйтіп маған қарайды да, «А где мой папа?» деп маған сөйтіп сұрақтар қояды. Одан кейін мен айтам, папаң командировкаға кеткен. Командировкада жүр. Сөйтіп айтам, ойлаңыз мен қалай айтам балаға шындықты. Қызына алдағаны дұрыс емес. Ақмама жобасында жаңа төрттік өзара үздік анықталып, жеңімпаздың есімі бүгін белгілі болмақ. Гаухар Бабаева бала тәрбиелеуде қазақы наным сенімдерге жүгінеді. Кәсібін сәтті дөңгелетіп жүрген Самал Наурызбаева аналық міндетін көмекшіге жүктеуді әбесті көрмейді. Ал Айгүл Ноғайбаеваның бар назары балаларында. Бота Хамид қызын Монтессори техникасына сай тәрбиелейді. Сонымен Ақмама алқасына үміткерлер бүгін Ботаның үйінде. Сәлем, сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Дер ала. Бір гүлмен күтіп алып, бір настроением көтеріліп кетті да. Это тебе. Это мне. Давай, спасибо. Я его. Дай ну-ка цветок. Маған гүл сыйлаған жоқ енді. Покажи твой шкаф, твои Давай, платья, хочу посмотреть. Көрейікші? Кана, чемодан мен ұстайыншы, мен көрейінші. Оны ашып. Ой, мама и дочь боп киініп апты. Бірдей киініп апты. Қандай сен көштісің ғой, сен косметикаға баға екенсің ғой. Бояуды ұстау, бояну деген ерте. Менің де қызым, мен де қыз өсірдім. Менің қызым 18-ден асты да. Ол да менің сумкаларымды қалып қойған, киімдерімді жинап, бояуларын бәрін жинайтын. Бірақ мен жақтырмайтын тұғым. Мен ойлаймын, Бота өзінің кішкентай кезінде көрмеген жаңағы еркелікті қызына бергісі келіп отырған сияқты көрінді. Бөлмесін жасап бердік. Специально өзі таңдап мынаның бәрін Әдемі жасап бергеннен отырады ғой. Я, полностью өзі таңдады, төсегін өзі алды. Өзіне ұнайтын нәрсе болсын деп айттық та. Столигін тоже өзі таңдады, полностью. Мынаның бәрі жанат, әртүрлі түске пультін алып өзі ауыстырып жатады да. Төшіне қосып қоямыз. Шкафты да өзі таңдады, киімдерін де өзі таңдайды. Көбінесе выборды өзіне беруге тырысамын мен, ше? Өзін қыз сезінгенін қалаймын. Маған еркек шора қыз керек емес мысалы. Неге? Өйткені өзім сондаймын да. Сөйтіп кішкене тәрбиелеймін да, қазір әдемі киімдер алып беріп, косметика өзі жақсы көреді сол нәрселерді. Красивая, умная, не самая лучшая. Бала ғой әлі, баланың организм бөлек болады. Ол косметика, мұна шағып жатырғанымыз бәрі, ол химикат, ол баланың бетін жейді. Болмайды. Тура менікі сияқты екен десең. Я? Мен өзім, мысалы, менің оқырмандарым білет, мен еркек шорамын.
бәрі біледі, кішкентай күнімнен сондаймын. А менің қызым тура сіздің Арианаңыз сияқты осындай өзінің үстелі бар, өзі боянады, и бәрі таңғалады, сен роддомда мынау қызды айырбастап жүрген саған мүлдем ұқсамайды деп. Жаңа айтып отыр ғой, косметика зиян келтіреді, оны айтуға тырысасың, бірақ бала өзі соны қалап тұр да, мен солай болғым келіп тұр. Бірақ маған единственный бір ұнамаған нәрсе, маған еркек шора қыз керек емес дейді. Сонда ол егер сәл ұл жағына еркек шоралы болып кетсе, сіз оған керек емес деп айтасыз ба сонда? Жоқ, керек емес деп айтпаймын. Тәрбиесінен қаттырақ айналсам десеңші? Тәрбиесімен қаттырақ мен айналсам да қазір еркек шора қыз керек емес деп айтсам, ол менің қалауым қазіргі таңда. Өйткені мен... Жоқ, сонда сіз балаңыздан бас тартасыз ба егер? Балаңнан бас тарту деген мәселе емес. Ол жерде мен баламды тастап кетем, или бас тартам деген әңгіме емес. Еркек шора болмауға, может мен дұрыс айтпа, еркек шора болмауға мен баламды тәрбиелеймін. Ал табиғаты сондай болса ше? Табиғаты ондай емес, негізі адамның тәрбиелегеніне байланысты деп ойлаймын. Вообще ойлаймын. Олай емес. Мүмкін, білмеймін енді. Сіздерге қалай, бірақ менің өзімнің ойымды айтып жатыр. Мен үйде ер азамат жоқ біздің үйде. Біріншіден, барлығымыз әйел азамат. Үйде матриархат деп айтсам болады. Етімізге дейін қызда біздіңше. Ер азаматтар келгенде, өзімнің туған туысқандарым, ер азаматтар келген кезде біздің аураға шыдай алмайды үйдегі. Бірақ әкеңізді білесіз ғой? Ол кісі бар ма? Әкемді білмеймін. Ешқашан да 3 жасыма дейін көрген шығармын. 3 жастан кейін ол кісіні көрмегенмін. Ол отбасын тастап кетті ме әлде? Ол жағын мен білмейді екем. Бірақ 27 жасымда ма, 28 жасымда білдім, ол кісіні осы күнге дейін мен жоқ деп ойладым жер бетінде. Сөйтіп, 28 жасқа дейін ойлаңыз, Құран бақштаған кезде, мешітке барған кезде, әкемнің атын айтып, үйде отырған кезде бетімізді сипап, сөйтіп айтатынбыз. Бірақ біраз уақыт өткеннен кейін әкемнің тірі екен естідік, өзінің екінші жан жары бар екен, қызы бар екен өзінің. Оның бәрі ауыр тиеді адамға, бірақ енді не істейсің енді, амал жоқ. Өзіңіздің әкеңізді сөкпейтін шығарсыз, осындай болғанына? Мен әкемді шын айтам, қандай жағдай болмасын, мен өзімнің әкемді қатты жақсы көремін. Әркімнің сөзіне ермеңіз және сенбеңіз. Жоқ. Ақиқат ол бір жақты болмайды ешқашанда. Өйткені сізге анаңыз бір нәрсені айтуы мүмкін, ал түбінде басқаша болуы мүмкін, көзқарастар түрлі болуы мүмкін. Анам айтпаған ғой, басқа адамдар. Түсінбей отырып қой. Сондықтан себепті, салдарды, тарихты ақтару керек шығар. Себеп салдар тарихты? Сіз түп тамырыңызды білуіңіз керек. Түп тамырыңызды білсеңіз, сонда бәлкім сіз өзіңізді қабылдар медіңіз, сіз өзгерер медіңіз. Сізде комплекстер мүлдем болмаушы меді. Өзгеретін кезде уже өзгерістен кеткен уақыт қой негізі қазір. Өйткені бейсаналы түрде сіздің ықпалыңыз, немесе өмірге деген көзқарасыңыз, әсіресе ерлер қауымына, ол міндетті түрде сіздің қызыңызға беріледі. Оны білем берілетін, бірақ әкеме деген ешқандай реніш жоқ. Бұйырса барып қайтуға ойлап жатырмын, өйткені мен білу керекпін ғой, қайдан шыққанымды. Барыңыз, қорықпаңыз одан, сұхбаттасыңыз, сөйлесіңіз, барынша ашық. Сондықтан да еркек шора деген нәрсе... Сандық ашылу керек. Ашылу керек, дұрыс. Еркек шора деген сондықтан да... Жетім бала ел болар, жесір әйел ер болар дейді. Ер болып кеткен. Яғни еркекке айнала бастайды. Өйткені енді ол бүкіл әкеңнің де рөлін ойнау керек, ананың да рөлін ойнау керек әйел адам. Соның кейін жаңағы сіздің сөзіңіз өте бір керемет сөз шариғат бойынша да. Мысалға қызға ұлдың ойыншығын ойнатуға болмайды екен жастайынан бастап. Ұлға қыздың ойыншығын. Ол кәдімгі баланы тұлғасын қалыптастырады кәдімгі кішкентайынан бастап. Айтыңызшы, сіздің қызыңыз Гаухар сізге гүл берген жоқ. Иә? Самалға берді. Енді мен өзім мышықтан да тышқаннан да өте қатты қорқатын адам. Алып маған лақтырайын деп жатырды. Мен өте қатты қорқып жақындатпадым. Гүл неге бермеді? Соған маған ренжіп қалды. Менің жақсы көретін жәндігімді сипаламадың деді ғой сізге. Қонақ жақпай қалса, немесе Гаухар ханымды үйге кіргізгім келмейді, бөлмеге кіргізгім келмейді десе, құптайсыз. Жоқ, кіргізгім келмейді деп айту мүмкін. Бірақ 5 минуттан кейін баланың көзқарасы өзгеру мүмкін. Адамға байланысты. Мысалға мен ол баламен Гаухар ханым бір көріп, бала мүмкін гүл бермей қалған шығар. Бірақ ертең емес, бір күн емес, даже сол моментте Гаухар ханым подход болса балаға деген тапқан сіздің бір көзқарасыңыз бар. Арикош деп айтсаңыз, баланың тілін кез келген адам тауып алады. Сонымен Гаухар ханым сіздің балаңыздың тілін таптым екен. Сізге де бір сынақ болсыншы, көрейік ары қарай.
балабақшаға барады ма? Балабақшаға барған, қазір бармайды. Өте қиын болды маған садикке оны апаруға. Ойлаңыз, күнде барып жалынып отыратынбыз, жылап, уже жүрегім айырылып кетті да менің уже садикке берген сайын. Бару керек. Білем, ол развивашкаға апарады, қосымша жаңағыдай әртүрлі нелерге апарады, модельный школаға апарады. Бәрібір көпшіліктің арасында жүрген дұрыс бала. Білмеймін енді, өзінің айтқанын қайтпайды, мінезі сондай да. Сол үшін Монтессориға барған, басында қиналып кетті өзі бір. Келеді да сілейіп ұйықтап қалады, садиктен келіп ше, ұйықтап қалады, бұған не болды? Бұған не болды? Күнде пақадис еткен. Кірген кезде өздері жасайды бүткіл жұмысты. Ештеңке ойлаңыз, 3 жастағы бала кіреді, аяқ киіміне дейін өзі тазалайды, қар тазалайды. Андай да енді баланы развитие өз-өзімен жұмыс жасайды. Тамақ, бүткіл посудалардың бәрін полностью өздері жуады. Өздерінің кішкентай рукомойниктері бар, кірлерін өздері жуады. А ты такая богатая, у тебя что там, копилка, да? Ақша жинайсың ғой, е? Не істейсің ақшаны сосын? Не істейсің, айтшы? Соңғы ақшасын жинап, хомячок сатып алған өзіне. Не надо, мне не надо. Боится. Мен тышқан түгілі мысықтан қорқатын адаммын. Өте қатты қорқам. Тышқанның түрін көргенде енді вообще мен білмеймін енді. Сұмдық күйде болдым. Не салатының ішіне қазір еще? Маған үйретші? Соль. Ау? Соль? Яблочный пирог полностью өзі пісіреді. Қазіргі таңда мен көбінесе сыртта жүрем, жан жақта. Қазір жан жақта жүрем, сондықтан сырттан тамақ ішем. Бірақ қамырды қорлап қалдым ба деп ойлап қалдым енді. Ол кішкентай қыз ол қамырдың қасиетінде, оның қадір қасиетінде, сүттің несінде біліп тұрған жоқ. Бәрін ол нормамен құйылу керек. Ол қолын жумай жаңағы тышқан ұстады, қамырды ұстады. Ол пирог қашан пісіп, оны кім жейді екен деп ойлап қарап отырдым енді. Енді мен де қатты қорқамын. Тышқан деген өмірдегі ең жиіркенішті, ең қорқатын. Мен сізді жақсы түсінем. Неліктен қорқа бастадыңыз? Себеп бар ма? Фобия дейді ғой. Фобия. Өте қатты. Тума фобия ма сонда? Тума. Бота баланың әкесі қайда? Баланың әкесі жоқ, араласпаймыз. Ода сіз өз сөзіңізде анам маған өз әкем туралы айтқан жоқ. Одан кейін қаншама жыл өткеннен кейін біліп жатырмын дедіңіз. Сіздің позицияңыз қалай болады? Менің қазіргі позициям бала әлі кішкентай. Бірақ өсе келе қазіргі мен баланың сұрайтын шығар дегенмен, иә? 2 жастағы бала мультик көреді, көшедегі балаларды көреді, папасымен кетіп бара жатқан қыздарды көреді. И балабақшадан әрдайым папалары кеп балаларын алып кетеді ғой. Соны көреді, соны маған айтады, отырады да, мен папам қайда? Деп, ешқандай эмоция, жай ғана бүйтіп, мен папам қайда? Депші, и менің о кездегі ұстанымым, ол папасын айтпайым да, жамандамайым да, командировкаға кеткен. Менің айтатын сол, командировкаға кеткен деп айтады. Келет дейсіз. Келет деймін. Өйткені ертең маған бір ер азамат жолығатын болса, сол кезде міне келді командировкадан. Әкесі неге араласпайды баламен? Әкесі неге араласпайды дегенде... Сіз араластырмай жатсыз ба? Ау? Сіз араластырмай жатқан жоқсыз ба? Енді басында ренішістер болды, араласқысы келді ма, бірақ енді көп нәрсе әйел адамға дейді, бірақ ер азаматқа да көп нәрсе байланысты. Ариананың әкесі туралы сіз біздің тілшілерімізге сұхбат берген екенсіз, түсіндіріп айтқан екенсіз. Ұмытып бола беремін. Қазір студияда сөйлеу қиын шығар негізінде, өйткені ол өте ауыр тақырып сіз үшін. Экранға назар аударсақ. 23-24 жасында тұрмысқа шыққан болады, міне, ерте шыққан жоқ сіздер сияқты. Жақсы возраст па енді? 23-24 па? Білмеймін, жақсы возрасттың жақсы жаман бар жоқ екен білмеймін, бірақ қазіргі күнде ойлаймын да, может 18-19 жаста тұрмысқа шығып кету керек пе еді депші. Әртүрлі ойлар келеді. Примерно бір 2 ай тұрмысқа шықтым, бір айрекоштың 2 айлық кезінде ажырасып кеттік. Одан кейін ол көргенде жоқ. Жоқ, бір ай болған шығар ішімде. Өтірік айтыпсың, 1,5 ай болды. Сол кезде ажырасып кеткен болатынбыз. Одан кейін көру, ондай деген ештеңке болған жоқ. Келмейді, араласпайсыздар да? Өзінің тегін берді ме? Тегін болған кезде тегін алған жоқпын мен.
Әрбір ол өзінің тамырын тауып алады ғой. Бота жасырғанмен ол бәрібір басқа адамдар айтып қояды. Бәрібір естиді ғой. 2 ай балаға ішінде қалған кезде ажырасқаннан кейін Сіз уже стресс менде болған жоқ па сізде? менде стресс болды. Қайықта 2 жылдай менде стресс болған шығар. Әрең шықтым ғой мен стресстен. Бірақ өзім күнде жылайсың, күнде. Бірақ ешкім білмейді мен жылағанымда. И сондықтан кішкене қазір андай бала туылғаннан кейін гипоксия болды. Сөйтіп айтады ғой гипоксия. нервничать Әйелдің көңілі ғой. И андай кешке кейін Арикошта андай бір не болады. Тастап кетесің деген сияқты ше. Неге? Мен өзі ішті ажырасып не істегеннен кейін мен тастап кетті деген нәрсе болды да. Мына миымда ше кешке. Мен ана күннен бері байқап жүрмін, бүгінде байқадым. Бота ол бір реніші бар. Менің ойымша ол күйеуіне ренжитін сияқты. Ол жіберу керек оны. Ішінде ұстап тұр, жібермейді, кешірмейді. Кешірмесе, оны жібермесе жаңадан өмір бастай алмайды. Папам қайда деп өскеннен кейін менен көп деген сұрақтар қояды. Папам қайда? Ойлаңыз, сыртта ойнап жүрген папалармен көреді балаларды. И телефоннан көреді көбінесе. Сол кезде маған келеді да, мындай до такой степени ақылды. Бүйтіп отырады да, өтірік бүйтіп, мама, мен папам қайда деп жүрдіш. Өтірік бүйтіп маған қарайды да, а где мой папа деп маған сөйтіп сұрақтар қояды. Одан кейін мен айтамын, папаң командировкаға кеткен. Командировкада жүр. Сөйтіп айтамын, ойлаңыз мен қалай айтамын балаға шындықты. Әкелік махаббат керек, қызына алдағаны дұрыс емес. Қызына алдағаны дұрыс емес. Бота айту керек қызына. Қызым, біздің әкеміз бізбен бірге тұрмайды. Ол кісінің басқа жақта жұмысы бар, ол келмейді деу керек. Егер бота күйеуге шыққан жағдайда бірден айту керек. Мынау сенің әкең емес, бірақ саған әке болып келді. Самалдың кеңесіне құлақ асасыз ба? Жоқ, аспаймын. Айтпаймын дейсіз. Жоқ, айтпағанда айтамын, бірақ уақыты келу керек. 4 жастағы балаға бәрін түсінеді, өте ақылды. Бірақ қазір басына бір нагрузка дейма, қалай дұрыс ойымды жеткізсем болады. Пока салғым келмейді. Стресс салғым келмейді балаға. Айту керек, ол дінде де бар. Детдомнан баланы алып атса да, әкесінің тегін қалтырады. Айту керек. Ол бала қиын болады ертең. Жоқ, қанша жасында айту керек маған ақыл беріңіз. Қазірден бастап айта керек. Қазір ма? Ол бала ертең үлкейіп естісе де ол өте үлкен травма болуы мүмкін. Ол кезде бәрібір болады ол. Қазір өзіңіз айтып тұрсыз ғой. Жас кезінде ол қайта. 27 жасымда естідім деп. Сізде қандай жағдайда болдыңыз? 27. Қандай реакциясы, қандай болатынын өзің білмейсің ғой. Мүмкін сені тастап кетеді, мен сені кешірмеймін деп кетіп неге сонша жыл маған алдадың, оңбаған деп анасына жауласып кетуі мүмкін. Мүмкін. Адамның ой өзгереді, мүмкін мен айтатын шығармын. Қазіргі менің позициям, ұстаным осындай. Ертең мен шыққаннан кейін, сіздердің ойларыңызды естіп, тыңдағаннан кейін менің ойым өзгеруі мүмкін. Адам бір-біріне себепші ғой, сондықтан да отырған шығармыз. Ол дұрыс бота, бала әкесінің суретін ештеңе көрмеген да сонда? Суретін ештеңе көрмеген, Вот сол негізі сол дұрыс емес, балаға көрсету керек. Ондай адам бар екенін, сен керексің, сен біреуден туғансың деп оған түсіндіру керек, бала керек екенін түсіну керек та. Сіз қазір мен кешірім сұраймын, әрине ішіңізге, жан дүниеңізге қол сұққым келіп тұрған жоқ, бірақ сіз өзіңіздің өкпеңізді балаңызға проекция жасап жатқан сияқтысыз да, балаңызға беріп жатсыз сол өкпені. И қазір лучше баламен сөйлесіп, кезінде міне біз сүйгенбіз, махаббаттан, сол махаббаттан сен туғансың, сен осындай адамның баласысың, ол бір күні келеді, ол бір күні сенімен танысқысы келеді деп айту керек. Бала бізден ақылды, бала бізден, қызыңыз өте сезімтал екені көрініп тұр, и ол түсінеді сізді, сондықтан айтқаныңыз дұрыс болады. Жаңа Самал ханымның қызы сияқты, мен сіздің қызыңыз да солай болады да. Самал ханымның қызы тез есейіп кеткен да. Ол ана әкесіз өскен бәрібір жарты жан болады да бала. Сөйтеді, ол тез есейеді. Сіздің қызыңыз да сөйтіп тез есейеді. Ол қазірдің өзінде қазір байқалып тұр да. Есейеді ол, өте тез есейеді. Сондықтан ертерек түсінеді, ертерек айта беріңіз. Бір нәрсе сұрайыншы. Қазір мен бір ер азаматты кездестіремін, сіздер ер азаматсыздар ғой, маған өте қызық. Кездестіргеннен кейін тұрмысқа шығайын деп жатырмын, Тұрмысқа шығайын деп жатырмын. Егер маған ол ер азамат айтатын болса,
мені әке деп айту керек. Қалай жауап беру керекпін, соны айтыңыздаршы, негізі. Шындықты айту керек қой. Шындықты айту Егер керек ол. сен әкеге лайықты іс жасасаң, қыз сен айтпай-ақ айтады оны. Айтқызбай-ақ айтады. Ал енді қазір алдап, түп негізінде ол әке басқа біреу екен болғанда, ол әкені жек көріп қалады. Біріншіден, екіншіден сіз өтірікші боласыз, сізді жек көріп қалады. Сондықтан шешілетін дүниені бағана айттым мен. Отты қызуында басу керек, болды. Оны қайтесіз, оны бір-біріңізді алдап, өзіңіз алдап келатсыз қой қазір. Мысалға, мынандай семьялар бар да, мынандай семьялар бар, қараңыз. Туған ағасына баласын берген да, анау асырап алған туған ағасы. Бірақ туған әке-шешесі мынау. Бала біледі анау туған әке-шешесін. Бірақ мына кісіні әке-шеше деп айтпайды. Бірақ мынаны әкесі сияқты жақсы көреді де бәрі. Өйткені мынау солай балаға солай қарым-қатынас жасай білген. Жақсы көрген, сыйлаған, балаға кәдімгі әке бола білген. Содан осындай қарым-қатынас туған. Сондықтан ол жаңа еркектің өзіне байланысты. Ол қалай өзін ұстайды. Балажан ба, балажан емес па деген сияқты мәселелер бар. Енді ары қарата шариғаттың талабына келсек, ол бәрібір өзінің әкесін әке деп айту керек. Документте өзінің әкесі жазылу керек. Сол шартта талап. Жоқ, егер ол әкесі келмесе мен не істеймін? Іздеп оны шарлап, баламды ол баланың тірлігі. Ол сіздің проблемаңыз емес. Сіз әкеңізді іздегіңіз келе ма? Сіздің проблемаңыз. Негізі ол ботаның проблемасы. Ол да қыздың проблемасы. Біз сіздің қазір түсініп жатқанымыз, сіздің өміріңіз, сіздің анаңыздың өмірінің проекциясы болып жатыр. Өйткені бәлкім сіз қорқыныштан ба, қауіптен бе, соның бәрі қайталануы мүмкін ғой деп бір күдік тақтыңыз да, соның бәрі қайталанды. Енді мынау сіздің мидағы флешкаңыздың бәрін өшіріп тастау керек. Өшіру дегеніміз ол кешіру. Яғни бірінші қадам біз атап өттік, асқартау әкеңізден бастау. Ол туралы ақпаратты жинау, ол тірі болса онымен кездесу, емін, жарқын әңгімелесу, бәрін ашып айту, ақтару. Өйткені өмір, сіз білмейсіз ғой, қанша уақыт сіз өмір сүресіз, қанша уақыт сіздің әкеңіз өмір сүреді. Ешкім білмейді. Сондықтан да осы мүмкіндікті, осы уақытты, осы сәтті сіз өткізіп алмауыңыз керек. Айналаңыз өзгермейді, тек сіз ғана өзгере аласыз. Сондықтан да алғашқы қадамды өзіңіз жасаңыз, егер бақытты болғыңыз келсе. Оны түсіндім. Екінші мәселе сіздің күйеуіңіз. Егер ол сізге жақсы жар бола білмесе, және ол өзгермесе, онда ол қазіргі жаңа отбасында да жақсы жар емес. Құдайға шүкір оның кеткеніне деп айтуыңыз керек те, бірақ сіз ол кісіге де рахмет айта білуіңіз керек. Алғыс. Неге? Өйткені сізде Ариана есімді қандай ақылды қыз бар. Осы студияға талай адам келген болатын, және семіздікпен де күрескен адамдар келген болатын. Сол кезде осы студияға келген психологтарымыз айтқан май, ол дегеніміз су. Адам судан ісінеді, ал су дегеніміз сол ақпаратты жинайды. Сондықтан сіз семіріп жатырсыз деп, бейсаналы түрде. Ол іште айтады, я мен кешірдім, жоқ, бәрі жақсы дейді. Бірақ бейсаналы түрде бәрі бірде флешка сияқты сізде жиналып жатыр. Ал сізге ол керек емес. Сіз әдемісіз, сіз ақылдысыз, сіз бақытты болуға лайықсыз. Сондықтан да бүгінгі бағдарлама осы айтылған сөздер сіздің өміріңізді өзгертуге бір себепкер болсын. Мен шын жүрегімнен сізге өзгертіп жатыр ау. Кетіп жатыр деп. Жақсы инсайттар алып жатыр. Жалғастырайық ендеше. Енді осы жасқа жетіп бөлек шыққың да келеді да? Мамасының тәрбиесі ұнамаса, өзі алып кетіп, бөлек тұрып тәрбиелеу керек. Анасына серік болатын немере ғой ол, өз бауыр еті. Әлі күнге дейін әке-шешеме ренжимін. Мен сендердің қолдарында өсуім керек еді деп. Аже емес, ата емес, маған шеше керек болды. Баламды тастап кетіп қалаға келдім деген сияқты нәрселері мен. Сіз жақсы жар боласыз, жақсы әже боласыз. Мен кәміл сенемін. Рахмет сізге. Ақ мама бағдарламасы. Бүгін жоба қатысушылары қызын ханшайымдай аялаған Бота Хамиттің үйіне қонаққа келді. Баласынан қамқорлығын аямайтын жасана бағдарлама қатысушыларына жан сырын ақтарып, өткен өмірін айтып берді. Қателіктен сабақ алдым, бірақ еш өкінбеймін деп әрдайым позитивті жүреді. Қызына да соны үйретеді. Енді осы жасқа жетіп бөлек шыққың да келеді да? Бірақ мысалы сіз қызыңызға мынаны былай істе дегенде мамаңыз жоқ, ол былай болу керек деген сияқты қарама-қайшылық болады ма тәрбиесінде? Ешқандай идеальный отбасы жоқ деп ойлаймын. Бота есеп өзінше тәрбиелегім келеді десе, мысалға да өзі бөлек тұру керек қой.
бөлек тұру керек. Сол кезде бала бір тәрбиеде болады. Не так, что мамасы басқаша тәрбиеледі, өзі басқаша тәрбиеледі. Қыз ертең бала бүйтіп қалады да, екі жақта не істерін білмей қалады. Менің көзқарасы мен менің анамның көзқарасы екі түрлі. Екеуміздікі бірдей болуы мүмкін емес. Менің анам басқа тәрбиені көрген, ол кісі. Ата әжелерімізді білеміз ғой, қазір тәрбиені қалай береді, ырымдарын айтады. Көзқарасым кішкене басқаша, шын айтамын. Сол үшін өзі тәрбиелеген дұрыс. Өзіне мамасының тәрбиесі ұнамаса, өзі алып кетіп, бөлек тұрып тәрбиелеу керек. Бала өзінікі ғой. Бәріңіз бір үйде тұрған екен, оған әрине анасы да араласады, оған тәтесі де араласады. Мына жеріне бота былай деп айтса, анасы жоқ, ол былай ырым бойынша ол басқаша деп айтуы мүмкін. Арикошта ұят болады деген нәрсе мен көп айта алмаймын балаға. Потому что мен қазір ұят болады деп, мен баланы полный жауып тастаймын да, түсінесіз бе? Ол ұялшақ болады, ертең елдің алдында жеке личность болып қалыптасуына қиындау болады. Ұят арқылы мен жаман болған жоқпын деді бір сөз. Бірақ мен өзім саналы түрде ойлаймын, 15-16-ға келгенде қызына міндетті түрде айтады. Ұят жөнінде. Әкесіз өскен қыз бала әрбір ер азаматтан бір жылулық іздеп тұрады. Ол сенің інің, сенің ағаң, көшеде. Ол жаман оймен емес. Бір ер азаматтың просто маған қарап не істегеннен мен жылулық алуым мүмкін. Өзімде травма болды, психологически, потому что менің туған інім болды. Өзім туған інім. Единственный еркек деп айтуға болады. Қазір мына менің үйімде ешқандай еркек жоқ. Даже итімізге дейін біздің қызда негізі ше. И еркектер кірген кезде бұл аураға шыдамауы мүмкін, потому что біздің үйде матриархат только. Әжесі немересіне жамандықты тілемейді ешқашан, бірақ анасы мен әжесінің бала тәрбиесінде қарама қайшылықтары бар. Мысалы айтады, балаңнан немерең сүйкімді дейді ғой, артық дейді де. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде о жаққа кетіп қалып, жан жаққа кетудің қажет жоқ деп ойлаймын. Ешбір ана өзінің қызының немесе немересінің жаман болғанын қаламайды. Мен кетуді мен вообще қарсымын. Перизат, сен анаңмен бірге тұрасың ба? Жоқ. Бөлек. Бөлек. Неше жасыңда кеттің? 18 жасымда кеттім. Андай ғой, өзінің баласы бар, отбасы ол. Отбасы ол, иә. Бөлек отбасы болу керек болды. Анаңыз, ол бөлек отбасы болды. Ол сізді тәрбиелеп өсіріп шығарды. Мен бірнеше әйелдің бір баланы тәрбиелеуіне, бір ас үйде бастық болуына бірнеше әйелдің өте қарсымын. Ол анаңыз ба, абысыныңыз ба, енеңіз ба, ол дұрыс емес менің ойымша. Сосын жаңа қайсысы қатысушы айтқанын білмеймін, жаңа айтты, бала шатасық болады. Мен айтқам. Өйткені әртүрлі құндылықты бір уақытта балаға бүйтіп пихать етеді да, былай істеме дейді, мамасы келеді да, сен былай істе дейді. Ол өте дұрыс емес нәрсе. Сосын мынандай нәрсені айтады, барлығы алға тартады да, немере баладан да тәтті болады. Неге тәтті болады? Вот сұраңыздаршы, неге тәтті болады? Неге? Өйткені ата, әже, ол уже қалыптасқан тұлғада, ол уже өзін таныған, жаңағы бүкіл өмірдің қызықтарын, шыжықтарын бәрі көргенде, уже баланың не екенін, жауапкершіліктің не екенін түсінеді. Сол кезде ол балаға уже назар аудара бастайды. Немесе өз баласына бере алмаған махаббаттың одан неге алып қашу керек деймін да? Сондай қалыпты заводтан неге алып қашып басқа жаққа тұру керек? Мен бар ғой, мен өзім кемпір шалдың қолында өстім. Сосын басқа. Тоқтай тұрыңыз. Перизат пікірін аяқтап. Мен кемпір шалдың қолында өстім. И әлі күнге дейін әке шешеме ренжеймін. Мен сендердің қолдарында өсуім керек еді деп. Енді бұл жерден бастап кет деп тұрған жоқ қой. Әже емес, ата емес, маған шеше керек болды, әке керек болды. Но олар мені беріп жіберді. Ол жағдай басқа жағдай. Басқа емес, тура сондай. Ол анасына тастап өзі басқа жақта өмір сүріп жатсыз ба? Жоқ, бірге. Бірге ғой. Жоқ. Онда нянька жалдағаннан гөрі анасына серік болатын немере ғой ол. Өз бауыр еті. Менің мамам 4 жыл менің баламды қараған, почти 5 жыл. Жаман болған жоқ балам. Балам өте тәрбиелі өсті. Менің ол кезде балабақшаға беруге жағдайым болмадым. Балам қарады. Бірақ кейін өте өкіндім. Балада жауапкершілік болу керек. Балабақшаға бару керек. Өйткені бала мамамның қасында үлкен кісі сияқты сөйлейтін болып кетті. Мен тәрбиесіне араласпайтын, мамам өзі қарады. Кейін өзімнің қасыма алғанда шамалы маған қиындау болды. Жарты жылдай мен қиналдым. Бірақ жұмыс істедік екеуміз бірге. Қызым 7-де, мен екеуміз Алматыға алып кеттім. Қолымда болды, қиындау болды. Сол үшін сіз анаңыз да ол бөлек адам, ол өмір сүру керек. Сіздің балаңызға қарап отыра бермейді ғой. Ол кісінің де тойы бар, несі бар. Егер сіз кетсеңіз, ол кісі өзінің өмірін сүреді.
деп ойлаймын. Менің мамамка тойға барады, класстастарына барады. Ол жүру керек. Ол үлкен кісі өмір сүру керек. Анасы өмір бойы қызына арнады өмір, енді өзіне өмір сүру керек қой ол кісіге. Сіздің ойыңызды құптаймын. Ұят деген мені ұяң қылып қойды, бірдеңке қылып қойды дейді. Мысалы, мынаған қараңыз, бала әке-шешесінің көзі жоқ жерде, полицияның көзі жоқ жерде, мұғалімнің көзі жоқ жерде баланы қылмыстан не ұстайды айтыңызшы? Бір-ақ нәрсе ұстайды да? Ұят. Құдай көріп тұр деген нәрсе, және ұят деген нәрсе. Егер ұят болмаса, ол адам болмайды уже. Ол адам деп есептеуге болмайды. Тіпті бірақ ұят деген себебім барлық дүниеден алып тұрған жоқпын. Бізде менің тәрбием кішкене бөлектеу деп тұрмын ғой. Заманауи болып кеткен жоқпын. Жоқ, қараңызшы, сіздің егер сіз бар ғой бір комплексттеріңіз болса да, адамдардан ұялатын. Ол надан проблемадан. Мысалы, біздің үйге қонақ келді. Біз балалар не істейміз? Бар ана бөлмеге апарыңдар дейміз. Жап ана компьютер немесе сол ғой, сол нәрсе ғой. Ол ұяттан емес. Ашық және зерек болып тәрбиелену үшін үлкендердің отырысына қатыстыру керек. Үлкендермен бірге отыру керек. Екінші нәрсе, еще сол баладан білесіңдер ме баяғыда, балам жеті атаңды айтшы дейді, жеті атаңды айт. Бала сол жерде тақпақ айтып, жеті ата айтып, бала ашылып үйренеді қоғамның алдында, пікірінің алдында. Бұл біздің дәстүрімізде бар. Бізде ұят при чем тут? Бізде айтайыншы, қонақ келген кезде бізде былай өсірген. Ұят болады, ана бөлмеге бар. Түсінесіз ба? Ұят деген ана тұрғыда емес, ол басқа. Ол білімсіздік. Сол нәрседен шығып жатыр. Ұят әртүрлі ғой, ол қатқалған ана ұят Болды, сонымен қазір сын сағаты. Мен экранға аналардың сізге берген бағаларын шығаруды сұраймын. Сонымен осы 4 ананың үздігі Бота Хамид болуы мүмкін бе? Аналардың үй шаруасы тұлғалық даму бала тәрбиесіне оған қойған бағаларын бірге білсек. 2, 4, 2, 3, 5. 2. Айгүлі, үй шаруасына 2 қойғаным, өйткені үй шаруасын бәрімен Бота айналыспайды, мамасы айналысады барлығын. Бәрімен деп айтпай қойыңыз, өйткені сіз кешегі бағдарламада ғана болдыңыз, үй шаруасының барлығын толықтай өзіміз айналысамыз. Жоқ, сіз даладан тамақ ішеміз, сырттан тамақ ішеміз, соны айтып жатырмын мен. Иә. Сол жағын айтып жатырмын мен. Гаухардың үйінде болған кезде екеуміз сөйлестік, қызым немен, менікі баяғы айтып отырмын ғой. Жоқ, мәселе спортта емес, бала должен быть занят деген ғой енді. Егер үйде отырса, сонда енді ғана біліп отырмын, неге баратын жаңағы. Бассейнге, конькиға, бассейнге де барады. Ол үшін кешірім сұраймын. Айтпағансыз. Сонда Бота ханымдікі 5 па сіздікі? Уже поздно ғой. Қойып қойды ғой уже, я. Уже кетті пойыз. Может, өзгеруге болатын шығар. Онда тұлғадан ба 2 балл кетіп қалады. Жаңағы қызына айтпаған, шындығын айтпаған. Бәрібір, бір жерде айтыр. Ештеңе жоғалтпай, сосын Рахмет. Бала жағынан үш қойғаным, Бота ханым енді бояу. Мен де өзім сияқты көрдім, менде балаға қазір 4 ай болды, көп уақытым жоқ. Бірақ сонда да қарауға тырысамын, азанда жұмысқа кетем, 6:30-да 3 күн бойы 10-да кетем, кешкі 6-да үйге келем. Тақ етіп үйге кірем. Ләңкі үйден шығып кетеді, мен ары қарай өзім. Өзіңізге қанша қоясыз сонда? Бала тәрбиеңізге қанша қоясыз өзіңізге? Өзіме 3 қойдым. Өзіңізге де 3 қоясыз. Менің уақытым жоқ. Просто ой. Әншілікті қазір жалғастырып жатырсыз ба, шығармашылықты? Жалғастырып жатырмын, қайтадан қолға алдым. Жаңа әндеріңіз бар ма? Жаңа әндер енді жазылып жатыр. Енді жазылып жатыр әндер. Бүгін бізге бір өнеріңізді көрсетесіз бе? Әрине. Бәлкім, көрермендер қатты сағынып қалған шығар. Мазалаған менің есімді Асау бұлқынады неге жүрегім Кім ол жүрегімде тулатқан сезім Это любовь, детка дегенің осы ма Мен өзі мама Мама емес апама Сезімде әмір бар ма Мен өзі мама Мама это не апама Возьми меня далай-лама
жаратқан сыйға тәтті сезім көңілім бәлкім это любовь сосла деп басата құрбы қыздар это любовь детка дегенің күйім мен осыйым мама мама о мама емес апама сезімде әмір бар ма мен осыйым мама мама о мама это не апама возьми меня далай-лама сүйем мама көңілім оны қалайды сүйем мама махаббат сезім орайды мама 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 күйдің мына емі бар ма мама 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 әлде мына сезім мама мен осыйым мама мама о мама емес апама сезімде әмір бар ма мен осыйым мама мама о мама это не апама возьми меня далай-лама Ендеше, бірер сәттен соң осы 4 ананың қайсысы жеңімпаз болатын бірге білеміз. Эфирде Ақ мама. Бұл жолғы аналар елден ерек. Олар өздеріне тән болмысы мен бала тәрбиесіндегі тәжірибесін 2 апта бойы көрерменге паш етті. Гаухар Бабаева отбасында мақпал мінезіммен қоса қаталдығымды көрсетемін десе, Айгүл Ноғайбаева нағыз жеңіске жету үшін табандылық керек деп балаларымды жігерлендіремін дейді. Ал Самал Наурызбаева әйел алдымен өзін ойлауы керек. Ана бақытты болғанда ғана бала бақытты деген ұстанымда. Және Бота Хамид қызымның мен сияқты ауыр сынақтарды басынан өткергенін қаламаймын, сондықтан балалығын бақытты ету үшін барымды саламын дейді. Сонымен шешуші сәт жақын, 2 аптаға созылған жарыстың жеңімпазын анықтауымыз керек. Ол үшін аналардың бір-біріне қойған бағасын білдік, бірақ қорытынды есеп әлі белгісіз. Одан бұрын мен сөз кезегін сарапшыларымызға, мамандарымызға бергім келіп отыр. Естеріңізге салып өтейін, әр маманның қоржынында 5 ұпайдан бар. Дина ханым, біріншіден осындай керемет бағдарлама дүниеге келген екен, өзім қуанып отырмын. Өйткені әйел тағдыры, ана тағдыры, көп балалы аналардың тағдыры деген дәл бүгінгі күні біздің мемлекетімізде өзекті мәселелердің бірі. Мен ойлаймын, бүгін біз осы сарапшылармен, және де мына 4 арумен, сізбен қосылып, көрермендермен, теледидар артында көріп отырған адамдар арқылы барлығымыз бір кішкене болсын осы бір бағдарламадан сабақ алдық, ой түйдік деп ойлаймын, ләззат алдық деп ойлаймын. Енді мен шынын айтсам көп ойландым. Маған Гаухар ханымды ұнайды. Өйткені анам көп балалы азаматша. Маған Айгүл ханымда ұнайды. Өйткені Айгүл ханымның бойындағы біраз қасиеттер менің бойымдағы бір еңбек, қажырлы, бір сондай бір тағы ұқсастары бар. Енді Бота бұл кісі жас, бұл кісі жаңағы өзінің жастығымен маған бір өзінің харизмасымен ұнады. Ал енді өзімнің тағдырыма сәйкес жаңағы баламды тастап кетіп қалаға келдім деген сияқты нәрселері мен ойлаймын, менің өмірім Самалға ұқсас. Самалдың өмірін көріп, сіз өзіңіздің өміріңізді еске түсіп жатыр ма? Самал сіздей дәрежеге жетсе, сізден де асып түссе? Ал мен 2-ші ретке өтесем, бәрі дұрыс болады. Сіз жақсы жар боласыз, жақсы әже боласыз. Мен кәміл сенемін. Рахмет сізге. Рахмет.
осы көз жас тек қана қуаныштан төгілсін. Ал кімге дауыс береміз? Самалға. Самалға. Самалға бердім дауыс. Бес балдың бәрін. Иә, еткені, иә. Мен Самалға беремін дауысымды. Самал ханымға Меруерт Түсіпбаева өзінің 5 балын беріп жатыр. Самал да жылап отыр-ау деймін. Ана кісіні жақсы көреді. Бұл шынайы көз жас деп Рахмет. ойлаймын. Алғысым шексіз, сіздің жолыңызды берсін. Сіздің жасыңызда осындай керемет болып отырсақ бізде қандай керемет. Жап жас көрінесіз. Перизат. Енді сіз ұйымдастырушыларға рахмет айттыңыз ғой. Мен де негізі айтқым келіп отырған бұндай бағдарламалар керек. Осындай пайдалы бағдарламалар көбірек болса екен деймін. Біздің қыз-келіншектердің мәселесі өкінішке қарай етектен төмен жақта ғана айтылады да, басқа жақта айтылмайды. Рухани жағы, тұлғалық жағы. Сол жағынан алғанда көш бастап отқандарыңызға көп рахмет. Екіншіден, мен осы 4 ханымға шын жүректен үлкен рахмет айтқым келеді. Алла разы болсын. 4-еуіңіз бағандан бері қарап отырмыз, 2 апта қарап отырмыз ғой, міне 4-еуіңіз 4 түрлісіздер. Мүлдем табиғаттары, болмыстары, ойлау, дүниетанымдар бәрі әртүрлі. Бірақ бірін-біріне қараңыздаршы, қалай жандары ашып отыр, бірін-бірін қалай сыйлайды, бірін-бірін құрметтейді, бір-бірінің көзқарастарымен санасып отыр. Ол нағыз женская солидарность, ол мен үшін қазіргі қоғамда ең бағалы, ең құнды нәрсе де. Сондықтан сіздерге Алла разы болсын, өсірген бала шағаларыңыздың рахаттарын көріңіздер. Сіздерді. Шын өмірде жетістіктерге жете беріңіздер. Ал бүгін енді бағандан бері айтып жатырмын ғой, мен өз даусымды Самал ханымға бергім келеді. Сіздер ренжімеңіздер, бірақ көп жағдайда енді менің өмірлік құндылықтарыма, ұстанымдарыма Самал ханым көп келетін болғандықтан Самал ханымға беріп отырмын. Соңғы айтатыным, осы біздің көрермендер осы 4 дүниетаным ойлаңызшы, бір-біріне ұқсамайтын, мүлде мозаикалар сәйкес келмейтін нәрселерден қаншама инсайт алады қыздардың барлық көріп отырған ата-әжелер, әке-шешелер. Сондықтан игі іс, сауапты іске қатысып отқанымызға шын жүректен рахмет. Алғыс айтамын. Рахмет сізге. Рахмет. Плюс 10 ұпай Самалдың қоржынында. Ал жігіттер қауымы не дер екен? Әлгі сөз бастау қиын ба, жол бастау қиын ба деген сияқты, қол бастау қиын ба деген сияқты бір кісіге ана болу қиын ба, әйел болу қиын ба, келін болу қиын ба дегенде, ана болуды әркім істей береді. Хайуанда баласына мейірімдік көрсетеді. Әйел болудан қиын емес, жаңағы төсегі дұрыс, тамағы дұрыс болса, кез келген әйел жақсы әйел болады деп. Ең қиын нәрсе ол келін болу, бір жерге, сол жерге сіңу. Сондықтан әйелдің арқалаған жүгі үлкен ауыр жүк деп есептеймін. Сол тұрғыдан алғанда бұл кісілердің әрқайсысының өзінің орны мен ерекшелігі бар. Шіркінай, егер 4-5 болса 4-еуіне де бөліп беререм. Бірақ ең негізгі мен дәстүр тұрғысынан, ата дін тұрғысынан саралап қарайтын болсақ. Бірінші мысалға бұл кісіде Самал ханымда, мен енді айыпқа бұйырмаңыздар, сөге көрмеңіздер. Мысалға қазір неке жоқ болып жатыр, неке жоқ арасында ажырасу бар, сол сияқты мәселе бар. Бота ханымда да сондай проблема бар. Егер қазір тұлғалық отбасылық қарым-қатынастан қарасақ, ол сіз тұлғасыз, бірақ отбасыңызда жаңағыдай ойран болып жатқаннан кейін ол тұлғалығыңыздың үлкен проблемасы деген сияқты. Гаухар ханым меніңше осы жерде үлкен неге жетіп отыр, негізі. Үлкен табысқа жетіп отыр. Шынымен балаларын кәдімгі, былайша айтқанда қазақтың дәстүрлі әдемі әйелі, бірақ жаңағы сол кейбір мәселелерде проблемалар бар. Енді бұл жерде Айгүл ханым, қараңыз, ең үлкен мәселені бұл кісі ең негізгі тәрбиені беріп отыр. Біріншіден жаңағы ата дініміздің тәрбиесін беріп отыр, және оның осы жерде отырғанның ішінде осы кісінің баласы қазақтың көктеуін желбіретіп жатыр. Ол шынымен тұлғалық тұрғыдан алып қарағанда, және күйеуімен қарым-қатынас, екеуінің отбасы қазір сақталып тұру жағынан қарағанда, кәсібі бар, бәрін есептеп қарағанда, мен осы Айгүл ханымға
Ноғайбаеваға плюс 10 бай Жанәділ мырзадан. Ал Санжар мырза. Санжар Гаухарға береді. Жоқ, біреудікі дұрыс, біреудікі бұрыс демей ақ қояйын. Әркімнің өзінің пікірі болды. Менің де дауысым Айгүл ханым. Айгүл Ноғайбаеваға. Мен кейде ренжіттім келді шығармын. Бірақ мені де осындай ана тәрбиелеген үшін мен жаман болған жоқпын. Бұлардың да балалары ертең дәл Қазақстанның болмасын әлемнің бір жерінде әйтеуір мықты азамат болады. Амин, амин. Тарапшыларымыз екке бөлінді. Плюс 10 ұпай Самалдың және плюс 10 ұпай Айгүл ханымның еншісінде. Демек, шешуші қорытынды бағаны айқындайтын аналардың өздері болып тұр. Қазір 1 балда рөл атқаруы мүмкін. Гаухар 34, Айгүл 32, Самал 33, Ота 34. Самал. Плюс 10 ұпайды қосатын болсақ, Самал ғой, Самал. плюс 10 ұпай, демек Айгүл ханымда 42, Самал ханымда 43. Бір ұпай айырмашылықпен бүгінгі төрттіктің үздігі Ақмама алқасы Самал ханымға беріледі. Салтанатты сәт. Сахнамызға Ақмама жобасының алқасын алып келулеріңізді сұраймын. Самал ханым, төрлетіңіз. Сіз бүгін жеңімпазсыз. Мен сізді шын жүрегімнен құттықтаймын. Сіз үшін арнайы Ақмама жобасының алқасы дайындалды. Бұл тарихи сәт есіңізде қалсын деп тілеймін. Сондықтан да сіздің мойныңызға ілуге рұқсат етсеңіз. Ақмама. Самал ханым. Бақытты ана, бақытты бала, бақытты отбасы. Ал бақытты отбасы ол бақытты әлем. Құттықтаймын. Барлық аналарымызға Ақмама жобасынан алғыс хаттарымызбен сыйларымызды табыстасаңыздар. Ал мына алғыс хат сізге. Тәтті шай үшін. Және әрине өзіңіз секілді әдемі гүл. Егер сіз аналарға ой саламын, немесе бала тәрбиесіндегі әдістерімді мамандармен талқылаймын десеңіз, біздің бағдарлама қатысушысы болыңыз. Ол үшін Ақмама KZ сайтына өтіп, сауалнама толтыру қажет. Балаларымыз аман болсын.